ертеде бір ешкі орманда жеті лағмен тіршілік етіпті. Бірде ешкі орманға жиналыпты. Лақтырым, шынақтырым, үйді шашпаңдар, есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып оралғанда, лақтырым, шынақтырым, есікті ашыңдар. Аналарың сендерге сүт әкелді деп ән саламын. Осы кезде ешкі үйінің маңында қасқыр жемтік іздеп жоқтып жүрген еді. Ол лақтарды алдамақ болды. Bir кезде есік тоқылдады. Кім бұл? Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әкелді. Қасқыр өз жөніне кетті. Bir кезде есік тоқылдады. Лақтырым, шынақтырым, есікті ашыңдар. Аналарың сендерге сүт әкелді. Қасқыр жіңішке дауыспен ән салу үшін ісмек адамға келіп, дауысын жіңішкертіп беруін сұрады. Әзмер ағай, менің дауысымды жіңішкертіп беріңізші. Не үшін? Мен жіңішке дыбыспен жүруді ұнатамын. Ісмек таң тамаша болды, бірақ қасқырдың тамағын қағып, оның дауысын жіңішкертті. Орман күзетшілері орманды күзетіп жүрген еді. Ешкі орманға жиналды. Лақтырым, үйді шашпаңдар, есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып оралғанда, лақтырым, шынақтырым, есікті ашыңдар. Аналарың сендерге сүт әкелді деп ән саламын. Ешкі орманға кетті. Бірде есік тоқылдады. Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әкеліп берді. Жоқ, бұл қасқыр, есікті ашпаңдар. Қасқыр лақтарды бірінен соң бірін құлқытып алды. Бір лақ қана жасырынып үлгерген еді. Қасқыр жетінші лақты ұзақ іздеді, бірақ таба алмады. Ешкінің де келетін уақыты болған еді. Сол үшін қасқыр кетіп қалды. Ешкі үйіне келсе, есігі ашық, үйінде ешкім жоқ. Лақтырым, шынақтырым, көлге біткен қырақтарым, есікті ашып, қасқырға жем болдыңдар-ау.
Орманшылар, күзетшілер қасқыр барлық уақыттарында алып кетті. Көмектесіңдерші. Сен бе менің уақыттарымды жеп қойған? Мен оларды жеп қойған жоқпын. Олар менің қорамның ішінде. Кәнекей, уақыттарымды алып кел. Ира апай,